Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Видеоны аяғына дейін көріп, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода жалбыздың пайдалы қасиеттері туралы айтатын боламын. Жалбыз шипалы, дәруменге бай, хош иісті, адам ағзасына өте пайдалы өсімдік. Сонау ерте заманнан ақ ата-бабамыз жалбызбен емделіп, талай ауру сырқаудан аман қалған. Жалбыздың дәрілік пайдасы көшпенді тұрмыстан бөлек дамыған ғасырдың медицинасында да дәлелденген. Ол вирустық ауруларды жоюға таптырмас дәрі бола алады. Бәрінен бұрын асқазан, ұйқысыздық және ішек ауруын бірден жазады. Тұнбасын ауыз ойылғанда, қызыл иек қабынғанда, тіс ауырғанда, баспа, жоғарғы тыныс жолдары қабынған кезде қолданып ауызды шаяды. Суық тиген уақытта сүтке қайнатып ішсе дереу емдейді. Жалбыздың тұнбасын ірілі ұсақты іріңді жарақаттар мен қотырларға таңып тастаса тез сауықтырады. Мұрнынан қан ағып тоқтамаған кезде жалбыздың шөбін сығып, оның суын мұрынға тамызса қан тоқтайды. Жиі терлейтін адам егер жалбызды ыстық суға демдеп ұйықтар алдында ішетін болса, тершеңдігінен айығады. Жалбыз тіс ауруларына бірден бір ем. Ол тіс пастасының негізгі компоненттері ретінде қолданылады. Сонымен қатар жалбыз косметологияда да пайдаланады. Мәселен, таңертең бетті құбырдан аққан сумен шайғаннан гөрі жалбыздан қолдан жасалған лосьонмен жууға әлде қайда пайдалы. Ваннаға жылы су толтырып, ішіне 5 ас қасық жалбызды 1 литр суға қайнатып қоссаңыз, шаршағаныңызды оңай басады. Жұпар аңқыған иісінен иіс сулар жасайды. Кулинарияда қолданып сан түрлі астар және де түрлі сусындар жасайды. Ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Ароматерапия ретінде пайдаланып, эфир майлары мен ауаны жағымды иіске толтырады. Жалбыз шайын ішу етеккірдің ауырсынуын жеңілдетеді. Күніне 2 немесе 3 рет жалбыз шайын ішіңіз. Жалбыздың жапырағында лимонин және ментол болады. Ментол ингаляция кезінде, жегенде немесе терге жаққанда салқындау сезімін білдіреді. Ол терідегі, ауыздағы және тамақтағы сезімтал рецепторларға әсер етеді. Осы қасиетімен жалбыз жөтел сироптарында қолданылатын таптырмас ингредиент болып табылады. Ментол ауырсынуды басатын жақпа. Жалбыз ас қорытудың бұзылуы, тоқ ішек бұлшықеттерінің спазмасы сияқты тітіркенген ішек синдромы симптомдарын жеңілдетеді. Бұл емдік қасиеті оның бұлшықеттерді босаңсыту қабілетіне байланысты. Ас қорыту үшін өте маңызды, өт ағысын жақсартады. Жалбыз шайын ішек, гастрит, диарея, ісіну және асқазан ауруы сияқты ас қорыту проблемаларының алдын алады. Тыныс алуға емдік қасиетін айтатын болсақ, жалбыз суық пен тұмауды емдеу үшін қолданылады. Ол тұмауды тудыратын бактериялар мен вирустарды жояды, ауырсынуды басады. Оның үстіне жөтел және кептелістерді жояды. Жалбыздың құрамындағы ментол шырышты қабықты жұқартады, тыныс алу жүйесін майлайды және өкпеден құрғақ қақырықты шығаруға көмектеседі. Жалбыздың жаман иістерді кетіретінде қасиетіне байланысты ауыз шаюға арналған спрейлерде және тіс пасталарында қолданылады. Жалбыз шайы калориясыз, ол өзінің жағымды, тәтті, хош иісімен және тәбетті басатынымен салмақ жоғалтуға көмектеседі. Жалбыз майындағы эфир майларының хош иісін жұту ми жұмысын жақсартады, есте сақтауды жақсартады, зейінді арттырады, шаршауды басады. Жалбыздың терапевтік әсері бар. Ол стресс пен алаңдаушылықты азайтады. Жалбыздың хош иісін жұту үшін оны иіскеңіз. Қажетсіз шиеленіс пен алаңдаушылықтан арылу үшін мұны 3 апта бойы істеңіз. Жалбыз шайы бұлшықет босаңсытқыш ретінде әрекет етеді, ұйықтар алдында демалуға көмектеседі. Бұл ұйқының сапасын жақсартуға көмектеседі. Жалбыздың шашқа да пайдасы бар екен. Жалбыздың майы шаштың майлылығын азайтады және де
бас терісіндегі қан айналымын арттырады және шаштың өсуіне ықпал етеді. Жалбызды қалай сақтауға болады? Жаңа жалбыз жапырақтарын қағаз салфеткаға орап, тоңазытқышта сақтауға болады. Жаңа жалбыз жапырақтарын 1 апта ішінде тұтыну керек. Кептірілген жалбыз бірнеше ай бойы қолданылуға болады. Жалбызды кімдер қолдануға болмайды? Жүкті немесе бала емізетін адамдар, 6 жасқа толмаған балалар және де өт тасы ауруы бар науқас жандар, қан қысымы жоғары жандар және осы өсімдікке аллергиясы бар жандарға қолдануға болмайды. Жалбыздың түрі көп, оның барлығы да емдік қасиетке ие. Бүгінгі жалбыз туралы видеом сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып тіркеліп қойыңыз.